Тағы да жиі қойылатын сұрақ, сеансты онлайн емес, жеке отырып офлайн жасасақ бола ма? Қысқа жауабы болады, ешқандай проблема жоқ, но ескеретін бір-екі нюанс бар. Офлайн сеанс жасаған кезде, во-первых, оған көбірек уақыт кетеді, потому что енді, во-первых, сіздер бір қалада болуыңыз керек, бір қалада болсаңыз көбірек уақыт кетеді, сізге жету керек, ол кісі келу керек, мен баруым керек, потом қайтатын уақыттар бар. Сол үшін әдетте офлайн сеанстар сәл қымбаттау болады. Одан бөлек орын табу керек. Егер енді үйіңізде кездесіп жасауға болатын болса, ешқандай проблема жоқ. Үйіңізде или сізде жеке бір офис болса, вообще ешқандай проблема жоқ. Бірақ кафелерде бұны жасау сәл-пәл қиындау болады. Неге? Потому что кафеде басқа адамдар көп болады. Сізге официант келеді, сұрақ қояды, бірдеңе жейсіздер ме? То есть сізге бір тыныш орын табу кейде қиын. Біз кейде коворкингтарда жасайтынбыз, ақшасын төлеп, ол қосымша шығын, оны төлейтін клиент. Сол үшін офлайн сеанстар сәл қымбаттау. И одан бөлек менің байқаған нәрсем, кейде офлайн жасаған кезде, енді мені танымайтын бір кісі менімен жеке бір бөлмеде отырып сеанс жасаған кезде сәл қысылады, ыңғайсызданады. Ал онлайн жасаған кезде адам өзінің үйінде отырады, өз бөлмесінде отырады и ешқандай қауіп сезбейді да менен. Мен потому что экранның арғы бетінде отырғаннан кейін адам сәл спокойно отырады. Поэтому менің тәжірибемде мен көбіне давайте онлайн жасай берейік деп айтамын. Бірақ кейбір ситуациялар болады, мысалы бір кісімен біз сеанс жасап көрдік, ол кісінің үйінде интернет дұрыс ұстамайды екен, бізде сеанста көп интернетпен проблема болды, и біз одан кейінгі сеанстарды давайте офлайн жасаймыз деп шештік. То есть осындай жағдай болса, офлайн сеанс жасау ешқандай проблема жоқ. Бірақ басқа жағдайларда менің ойымша онлайн жасаған әлдеқайда тиімдірек сияқты.